Енді ортаға суырып салмақындарды шақырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысының қазіргі жүйрік ақыны Біржан Байту. Біржанмен айтатын Қарағанды қаласының айтыстың жас арыстаны Дидар Хамит. Шығар бір Алланы ұлықтасам, бабалар өнегесін ұмытпасам. Мен өзім жылы жақта өскендіктен үйренбеген ұл едім суыққасам. Астанада күнәлі жылынбақта ағайын ықыласыңмен жылытпасаң. Сарыарқа қасиетті жерім еді, Астана менің асқақ төрім еді. Бүгін залға халық сәл толмады деп көңіліміз мана сәл-пәл кеміп еді. Бірақ та қиқуыңды естігенде таңдайдан тәтті өлеңдер төгіледі. Мына залда отырған 500 адам көзіме 5000-дай боп көрінеді. Ау, бісміллә, мұсылманның бастау әні, белгілі онсыз істің бос болары. Жырымның балғаймағын елгі сұнсам, ұлыңның шықпас қалай асқақ әні. Армысың айбын асқақ нарастанам, тоғысқан 5 құрлықтың бас тұрабы. Ортаңа алып ұшып келіп қалдым, додаға сөз беркесін тастағаны. Кешегім айлы менен мәделінің сынығы екенімді растағаны. Еңгімнен жатқан айын ел тұрғанда қолдайды мына біздей чаппаланы. Алтынның сынығы да ештең емес, халқымның қымбатпаған қас-қабағы. Сәбидей пәк көңілім демеу іздеп тұрады өздеріңнен асқараны. Отанға деген ыстық махаббатым Астанамды сүюден басталады. Құт қонсын қанарына келгендердің, мұт болсын жанарына көргендердің. Ағайын куә болғын сайысына ендеше қара өлеңге мергендердің. Бүгінгі бұл додадан мәртебесі биік болып қайтады жеңгендердің. Ақыретте мәртебесі биік болар, ал енді бір Аллаға сенгендердің. Екі дүние абыройым бірдейтіліп, 2000 шақырымнан мен келгенмін. Сарыарқа Еркесілдің жағасына Қаратауға Азғырттай белден келдім. Солтүстікте жайғасқан Елордама, оңтүстікте жайғасқан елден келдім. Көктемі кеш шығатын Астанаға, көктем ерте шығатын жерден келдім. Нұрланып нұрын төккен нұр қалама, шырайлы шым қаладай өрден келдім. Мұрағама ордасын тіккен төрге, хан ордасы тігілген төрден келдім. Ал кірпігін қарсыласқа тігіп қадап, көзбенен отыратын жығып сабап. Ассалаумағалейкум Дидар ақын, додаға түсіп тұрған түрік бала. Өз ақын, өзі әнші, өзі жыршы, жарасар өнері бар жігіткен ақ. 8 қырлы бір сырлы азаматсың, оны айтпай қалай Біржан бүгіп қалады. Ән айтса күміс көмей тұнықтамақ, жыр айтса ел жырынан рухтанақ. Ал енді суырып сап айтысқанда қарсыластың барлығын қырып салады. Осылай қанша мақтап жатсам да қарайтын түрің жоқ қой жібіп қабақ. Жылы жақтан кеп тұрған бала еді деп жұрттың бәрі тұрғанда жылып қарап. Сіресіп Сарыарқаның аязындай отырған сен ғанасың суық қарағай.
жақта жорға желмен шығып ек сарыарқадай арда белден таспажырды тартайын тарту етіп шалдардың қамшысындай талдап өрген сәулелі ой айтайын ордаңызға шолпанның жұлдызындай таңдап өрген ассалаумағалейкум амандастым астана төріндегі ардагермен кез болдым деп отырсам ақтабанға маған кімді жолықтырды екен жаппар алла тоңдым деп мынау елге алдында айтты астана суығынан сақтанар ма одан соң мына мені сөз қылады жібімейді екен ғой деп мақтағанға тоңдым дейтін жігітті алғаш көрдім бұны да қолдас екен сақтап алла шымкент өз намысын қорғатуға дені дұрыс бір жігіт таппаған өлеңнің босқа шашып батырасын бір жанау неге сонша жұтынасың шығасат мынау елге тоңдың деме әйтпесе көп ұзамай ұтыласың қабағым бер жағы ғой одан кейін бауырым өңешіме жұтыласың мейіржан шайын неге әкелмейді тоңсабыл ыстық шайдан жұтыласың мейіржаннан мейірім көрінбей тұр ағайын енді қалай құтырасың ендеше қолың соғып қолдай отыр қонағыңның болсын деп құтыласың шымкенттің тоңғағұлын жылындырсын сендердің оттай ыстық ықыласың ақынның санаспайтын сапарымен тым құрса бермейтін мата кілем жәдігер жобасына қатысам деп сайланып келген екен сақа кілем уағалейкум ассалам бір жанбайтын бабадан бата қонған аталы ең жақында ұлды болсын құтты болсын тағы да өзің әке атанып ең шығасат қабағыңды сөз қыласың ойнаған дұрыс шығар қатарымен білесің сен секілді жылар бала атасының ойнайды сақалымен өлеңің бірі құрау бірі жамау шамалас алдар шалдың шапанымен арзан сөз айта берме арзымайтын маржан сөз кітабының мақалымен онсыз да түйін қойғыш болып алдың ақындардың соңғы екі қатарымен қарөткелдің кезіккен қарөткелде жолыққан қақ төрінде айттың бір жан сен ақанымен сал бір жанның даусына жете алмайды осы күнгі опера вокалымен жетісуға сараны іздеп барып алталасқа жайылған атағы кең сен болсаң жетісудың әніне сап көңілін көпшіліктің қапағы кең айтысатын бір жанды алғаш көрдім сағаның ауылының мақамын
мақамда бар ма кінә? Жетісудің мақамына салдың деген нер бұл дидардың таңым мен талғамына Сараның ауылының әніне заболрас шығып тұрмын алдарыңа. Мен түгіл сара қызда жүремес пе қырғыздың әнін қосып арнауына. Сен қайта қуансаңшы басқа емес қазақтың мақамына салғаныма әй. Келмейді өлеңімді жұқын еттім, керісінше көркем әрі бүтін еттім. Мен бойдақ жүрген кезде жаратқанға жақсы қыз жолықтыр деп зікір еттім. Алла қала баруын жолыққасын ғана қасқып малымнан пітір еттім. Ол рас қос балаға әке атандым, білемін бұл да Алланың құты депмін. Жоспарда таптырасын 10 бала бар жарыма, мен осылай үкім еттім. Туылған әр сәбиге 70 мыңнан береді дейді, бұған да шүкір еттім. Әр жыл сайын таптырып қос баладан қалтасын қаусатайын үкіметтің айын. Ау Дидар, сен ақынсың ғой аты дардай. Аты дардай және де заты дардай. 25-ке келсең де бойдақ жүрсің, бір сұлуға тізеңді батыр алмай. 25 түгіл бірақ 30-да да жүрген көп үйленуге дәті бармай. 30 түгіл 40-та жүргендер бар, ерге шықпай немесе қатын алмай. Кейбір жандар 50-ге келсе дағы жүрәлі отау құрып оты жанбай. Алпысбайлар азайған бұл заманда шалдар ұйқысыздан атырардай. Үкімет зейнет жасын ұзартыпты, әйелдерді еңбекке шақырардай. Негізінде бұл өзі оң бастама, ештеңе жоқ бүлініп ақырардай. Қайтосы бастаманы пайдаланып ісімнің оңғарсын деп сәтін аллай. 63-ге жеткенше бала туып, декретпен жөргек бұлдан қапы қалмай. Үкіметтің қалтасын қаусатыңдар, қартайдық деп бүк түсіп жатып алмай. Сақынада Дидармен жолығыстым, отырмын жанарыңнан көріп ұшқын. Жұмыр басты пендесі сен едің ғой, жұмыртқа лақтырадың облыстың. Еліңнің ертең үшін барыңдарнай, тұрс екен кектілігің сағымданбай. Бауырым ауылыңда жаңалық көп, бөліспей неге отырсың бауырларғай. Қалаңның ортасында ұл-қыздарың Харлем-Шейх биімен танылғандай. Министрдің жүрегін жібіттіңдер, құдіреті бар еді оның қандай. Орамалды оқудан кетсін дейтін бастық ағай жүрістен жаңылғандай. Көгілдірлер клубын ашыптыңдар, тәтті боп көрінгесін сорың балдай. Қасымдай қасқа туған қарағандың осындайға ілге тұстау қадыр қалмай. Ай мен Айша жайында білмейтіндер кеймен кейша ізінен табылғандай. Жастарыңның өнері сондай екен, бұл әрине біз үшін ауыр жағдай. Өзгеге жарнамалап көрсетердей, өзгеше өнерің бар, сенің қандай ай. Назалысың, осылай жырменен деп жазамысың. Харлем-Шейх жайында сөз бұлдың ау, бір жанау сен ол жағынан тазамысың. Бақытсыздық апаңыз қолдап шықты, мақтанып жастарыңның мазақ үшін. Министрің Бақытжан Жұмағұлов қолдап
жазамысың? Солардан сұрағайсың бұл жағдайды, оны айтып мына менен озамысың? Биліктегі бақыттар осы күні бақытсыздық болып тұр қазақ үшін. Ол рас қазақ деген асыл ұлт бұл, сол елдің қасиетін қашырып тұр. Қыз-текелер қаптаған бұл қоғамда еркектің абыройы шашылып тұр. Бір жанау оның рас, біздің ғана бұл күні сан сұмдықты жасырып тұр. Еркек-еркектер жиналып ойнас жасар, көгілдірлер клубы ашылып тұр. Бірін емес екеуін ашқандығы екі көзге сүйелдей басылып тұр. Әйелдің түрін көріп ер бетінен, еркектік көрмей жүрмін келбетінен. Бұл бізді жақсылыққа апармайды, дәджал келе жатқандай жендетінен. Бір кезде Лұт пайғамбар заманында осылай кеткен екен ел бетінен. Я Алла, сол қауымға нәубет беріп, өзіңнің барлығыңнан белгетіп ең. Отпенен тас жаудырып төбесінен, ол қауымды жойып ең жер бетінен. Үн қалса ата-ананың тәлімінен, жастарда жаңылмайды әлібінен. Бір қазақ мұсылман болып сақал қойса, соған кеп шүйлік еді бәрі кілең. Орамал таққан қыздың шашын жұлып, тастайтұғын билікті тағы білем. Мен осы басшыларға таңғаламын, жан айырылып барадау қадірінен. Қыздардың жаулығымен алысқанша, қыз текені құртпай ма тамырымен. Көшіменді кім білмес оспандайын хасуанды. Дәл бүгін Оспан батыр атылған күн, бабамның Қытайларда өші қалды. Қытайлар бабамыздан қорққан екен, түбімізге жетер деп осы банды. Қытайлар банды деген бабамызды, батырым деп балаларын есін алды. Ол рас бір жан дұрыс қазағымның, ессіздерге толуда есік алды. Лесбилер мен көгілдір осы күні қазақтай момын елдің есін алды. Бұлдағы заңымыздың сайқалдығы шеше алмай тұрған болса осы дауды. Өйткені осы күні батырлар көп айғайлап айта берер босыранды. Оспанның жоқтығына қиналамын, көргенде оспадарсыз осыларды. Тұяғы боп, ескерту сет біздерге жиялы бек. Сен бір жан аннан мұннан құрап сұрап, бұл бір жан аннан мұннан құрап сұрап, біз жайында деректі жияды көп. Мен туған облысты үнепсінеп, жабаның жуындысын құяды кеп.
жұмыртқа мақтырғаны Сукановтың тұрғазыр пияры боп. Әбденіп бер жағы ғой, негізінде жұмыртқамен ататын зияны көп. Өткенде Шымкентінде орын алған қылмысты естігенде ұялы бет. Өзінің көршісіне оқ жаудырса, ойламаймын ақылға сыяды бет. Барлығын қырып салып, ақырында өзен бойлап өз жанын қияды кеп. Дәл мұндай айуандықтар сенде де бар. Айтатын адам құрлы сияғы жоқ. Сондықтан бір жан бала байқап сөйле, ақын боп тұрсаң дағы қиялы көп. Қорғасын мен атқанға қарағанда, жұмыртқамен атқанның зияны жоқ. Ағайын балаңызды қолдай отыр, дейсің ғой маған жырды жалғай отыр. Шай ішпей тамағымыз қарлығуда, оған да балаң сөзін арнай отыр. Мейіржанға мөлиіп қарағанмен мейіржаннан мейірім болмай отыр. Дидардың таусылмақтау сұмдық әлі, елді мұңға батырар шындық әлі. Ақылы бар бала ғой мейіржанда, шай әкеп шаруаны тындырады. Балаңның әңгімесін түсінбедім, болмас дем бәлекет тудырады. Қайғылы қазан айтып Шымкенттегі қайдағы жайдағыны жырғылады. Қазақтарды қаны шер сұңғылады, орыстарды көгіне туғылады. Жарайды, мен ол істі ақтамаймын, ақиқат көкейімде шыңғырады. Тәжіктің қазасына мен кінәлі, орыстың мазағына кім кінәлі? Тамшыдай өлең жырым көріліп тұр, тамшыдай алдарында себіліп тұр. Жұмыртқа оқиғасын айтып едім, Аққұлақтың ісіне жерініп бір. Жұмыртқа лақтырғаннан зиян жоқ деп, сөйлейсің жұрт алдында желігіп құр. Жұмыртқаны лақтырған орыс еді, бұл дидар нені біліп, нені құптыр. Қазақ намыс қайда бойыңдағы, қанеки мынау, оны елге елің ұқтыр. Сарыарқа даласынан келгеніңнен, саржайлау әнге салып төгіліп бір. Сары орыстың санаңа салған ізі, әлі де өшпегені көрініп тұр. Бұл қазақ арсыздықтан бөтен еді, ар үшін жанын құрбан етер еді. Ел болам десең түзе экраныңды, бұл өзі заманауи мәселе еді. Елің қайдан түзелсін, экраныңның күндізін көрсеткені шетел еді. Басқа әуелі ұлттық арнан арсыздыққа халықты жетеледі. Ойластықты дәріптер түріктердің сериалы түбіне жетер еді. Қыстекенің өмірін суреттейтін кәрістердің киносы шекер еді. Соларға еліктеген ұл қызыңның қылығы бетерден де бетер еді. Енесін тыңдамайтын үндігенің қазаққа қандай пайда әкеледі. Ұмыты бұлтымызға тән құрыпты, сіңірдік жұртыма жат бар қылықты. Жақындылықты арнаға бас маман
алып Ресейден орыс әйел алдырыпты. Әлгі әйел келе сала жыл орынға жайғасып ап салуда бар бүлікті. Ассалаумағалейкум деген сөзді эфирден айтпасын деп заң қылыпты. Ол сөзді ескіліктің қалдығы деп қасиетті сөзіңді қоры қылыпты. Айтатын мәселе бұл толғап өткір, дұшпаның абысқы емес жанға кеттір. Ұлттық арна 100% қазақшаға ауыстық деп үмітті жалға бекбір. Қазақты өстігімен орға шығу мәселенің қиыны сонда боптыр. Ұлтқа тұтқа болатын ұлттық арнаң ұлтқа қарсы бірден бір арна боптыр. Осылай жұтып жатыр Алашқайға, өзгелер бізбен неге санаспайды? Ақларына жабылсын деп шулағыштар неге осындай жағдайға жарашпайды? Қазақтың рухы мен тілдініне қарсы тірлік қай кезде толастайды? Министрлер мінбеге шыққанменен қызметін ойлаудан әр аспайды. Енді қалған бар үміт мұрағамда, патша айтса ешкім оған таласпайды. Елбасына күн туса біздің ұлтқа, елбасыдан басқа ешкім қараспайды. Біз едік ұлыларын, ұлықтарын, нәпсісін жамандықтан құлықтарын, қыздан қылық кеткесін ұлдан ұят, көңілі қазағымның сынық қазір. Батыстың даңғазасын миға жиып көбейді төл тарихын ұмытқаным. Ішіңді улап жатса шуар жылан, дұшпаның жырақты емес жуықта жүр. Мейіржан бауырыма мың рахмет, жастардың бүлінгенін біліп қазір. Осындай рухани кеш өткізіп, шамасынша себуде жұртқаным. Әйтпесе мұндай ұлдар айтыстырмақ, казино ойнап сырашы клубта жүр. Бұған куә осынау халық еді, жігерін намыстылдың жанып еді. Менен соң айтыстығым сүйрейді деп Ермановтың қайғысы қалың еді. Асыл тастан алақыл жастан шығар, дейтін халық нақылы әділ еді. Жас жігіттер ұл үшін қызмет қылса, жаратқаннан тілеуі қабыл еді. Қар өлеңнің қаймағын ішкен балаң, төлөнердің боп қалсын жәдігері. Шырыны ағайын көзіңменен көрші мұны, шай бермейді деп жамандап айттың өзің. Және де дей алмаймын ерсі мұны. Тамағым кепсе дағы шай жоқ дейсің. Мейіржанның болмайды деп кеңшілігі. Бір жана ол да сенің жерлесің ғой, бұл денді Шымкенттің кемшілігі. Тіліңнен жан емессің, у бөлесің. Жан демеймін, және де қу келесің. Одан соң шай мен суды араластырды. Бұда да аман көп-ау үйренесің. Қайран біздің Шымкенттің жігіттер-ай, шай сұрап барғандарға су бересің.
одан соң айтып өттің арнаны жай. Біздерді сынамасын Алла бұлай. Ұлттық арнаның өзіңе қарсы шықса, ағайын төмендейді талғамыдай. Ашық шашық қыздарды көрсететін, ұлтымды жығар сөйтіп орға бұлай. Бірақ та осы залдан орамалды қыздар көріп қуанып қалғаным-ай. Менің теріс, ал менің оң екенін, білемін білмейтін жан көп екенін. Неше түрлі сериалдар болып жатыр, көргендерде білемін өр екенін. Ескертіп айтар едім, бұның бәрі еврейдің бізге бұрған тор екенін. Некесіз жүкті болу таңсық емес. Айтайын келер кесел мол екенін. Кешегі алтын құрсақ аналар-ай, бастауы бола білген берекенің. Үстерін бастарына кимешек зерлік амзол, көйлектің қылып киген кең етегін. Солар жайлы оқысаң қуанасың, осындай болған көйлек көне келін. Онсызда бұл қоғамда байқап жүрміз, талай қызда иманның өл екенін. Әуретін жапқан қыздар дәлелдеп жүр, бойында ар-ұяттың мол екенін. Сандарын ашқан қыздар көрсетіп жүр, сандары бар сапасы жоқ екен. Қой деп күн жауынға, ағайын билет алдың мың жарымға. Осымен аман сау боп тұрыңыздар, риза боп дидар менен бір жануға. Бір жанау орныңнан сен де қозғал, қашанғы отырасың бір жағында. Аңшының көзіне көп түсе берсе, соңында сор болады қырғауылға. Бір жан боп тоқтағаның дұрыс шығар, жарым жан болып қалмай тұрғаның давай. Бір жан дұрыс ма? Жаңағы жаққа жауап бересің. Ай, жаңа баста жобаға келіп едің, Шымкенттің жомарттығын көріп едің. Соңында жарым жан деп оңдырмадың, дидар бауым мен саған неғып едім. Мейлі ғой ел алдында серілік қыл, бұл қозыма астасып желігіп тұр. Мәкемен хақты айтыппын кешір жаңа, жүзіңізде мейірім төгіліп тұр. Су әкеп бергеніне қарағанда, олар бала екені көрініп тұр. Ақынның боп жатқанда ерегесі, қозады мынау елдің делебесі. Жақсылап жауап бер деп ақыл айтты, ағайын Әлібектің немересі. Мынау да ұялмастан мақтап жатыр, Шымкенттің
керегесі, қарғаның қарға көзін шұқымайды-ау, шымкентский вариант деген осы. Көз алдымда құлын күнің, бір деп жүрсем сені ұғындының, жарым жан деп айттың деп өкпелейсің. Дидарға кінә таппа інім бүгін, қылып жатқан әрекетің мынау болса, білесің қандай болады құның бүгін. Одан соң маған жайлы айтқанымда, тыңдамады мұндағы жырың бүгін. Сарада қырғыз әнін салады деп әңгімесін айтасың бұрымдының. Бір жандар әнді өзі шығарған еді, осыны алдырыстап ұғын күнің. Ол бір жандар мың жанға тең көп еді, бір жаны құржан боп бір бүгінгі. Осы оңдырма. Сахнада жыр айтпасам неге отырмын, айтысып ағамменен тең отырмын. Басында бір жан сал деп мақтап едің, бұл өзі жырдан жақұт теретін күн. Соңында жарым жаңғып шығардың ғой. Бауырым әр сөзіне еретінмін. Содан соң өте дұрыс бір сөз айттың, мен сенің әр сөзіңе сенетінмін. Шымкентский вариант жасадың деп ойыңды бізге мықтап бөле тұрдың. Шымкентский вариант жасамасам Шымкенттің баласы боп неге тудым. Сол вариантты қолданып бүгін дағы сені де жеңіп кетсем деп отырмын. Ол рас Шымкентте туғансыңдар, жабылып дидарға тор құрғансыңдар. Екеуің қосылсаңдар жеңерсіңдер, істеріңнен ағайын үлгі алсын бар. Бір жан деп айтпадың деп өкпелейсің, ол сөз үшін байқаймын құрбансыңдар. Жерлесіңнің есімі Мейіржан еді, ойлауға келген кезде жылдамсыңдар. Жарайды көңіл үшін айтам онда, екеуің қосылғанда бір жансыңдар. Жетпес шыңға біткен шынарсыңдар. Қайда сендер жабылып ауыл аймақ Шымкент жаққа торды көп құрарсыңдар. Оңтүстік қазақтықтың қаймағы ғой, осыны сендер қашан ұғарсыңдар. Астанамен кейінгі Алматыдан Шымкент үшінші қала деп баға берген патшаға қалай қарсы тұрарсыңдар. Егер бұған наразы боп жатсаңдар, ойласып бір амалын қыларсыңдар. Шымкентті неге өйттің деп бізден емес, елбасының өзінен сұрарсыңдар. Мақтай берген бір жан бар ғой, әрине сол өңірде туғандар ғой. Ауыл аймақ жабылып тор құрат деп
аяқ асты қысылып бұл жанған ғой, бұл жерде ауылдасым аз ғой, менің Астананың жартысы южандар ғой. Жарайды елден биік бағаң болсын, қолдаушың мейіржандай ағаң болсын. Жеңіп жатсаң әрине таңғалмаймын, бірлікпен бассаң нұрлы қадам болсын. Оңтүстікті қаймақ деп айтып өттің, осыған мынау елде алаң болсын. Жарайды кезекті ел күтіп қалар, осымен айтсыңыз тамам болсын. Ордалы оңтүстікте туып өскен, су беретін қаймақтар аман болсын. Ай, қасиетімізді балаңыз мойындады-ау. Елдің де жақсылығын пайымдады-ау. Су беретін оңтүстік деп отырсын, балаңның жақсылықты айырған-ау. Ойыңды айтып жатсың жылдам дәлдей, айтсып сахнада тұрғандар ғой. Астананың жартысы южан дейсің, ол рас мұнда көшіп тұрғандар ғой. Астананы Астана қылып тұрған негізі осы біздің южандар ғой. Құрметті ақындар, тақырып ертең үшін соның аясында біраз жақсы өлеңдер айтылды. Енді экранға назар аударайық. Сіздерге берілген тапсырма сұрақ: ең сымбаттымыз не, ең қымбатымыз не? Бір шумақтан осы сұраққа жауап беріңдер. Бұл өзі бір ерекше жиын болды-ау. Алладан күткен бұл да сыйым болды-ау. Дидармен айтысқанға қарағанда Мейіржанның сұрағы қиын болды-ау. Тұлпарлар мойының көкке созар ма еді, халықтың шапалағы қозар ма еді. Сұраққа суырып жауап беріп, жүйріктің осы боп тұр озар жері. Мен үшін ең қымбатты қазақ елі, мен үшін ең сымбатты қазақ жері. Көңілдің жырмен шайып шерленгенін, ашайын өлеңімнің енді өрнегін. Сымбаттыңды көрейін жырға қосып, таңдасын қар өлеңге ел мергенін. Шығайын бар әлеммен салыстырып, Сарыарқамның сымбатты дөңбелдерін. Атақты Эйфел дейтін мұнараңнан Бәйтеректің биігін кем көрмедім. Қанша ғажап десе де Анталияңды Бурабай кешенінен тең көрмедім. Ал енді Швейцарияны Шымбұлақпен Медеуден Арыстеуді жөн көрмедім. Қара қызыл теңізге шомылсақ та есілге шомылғандай өңденбедім. Лондон, Париж, Женева, Дубайыңды көрікті Астанаммен теңгермедім. Алты құрлық ішінен өзім туған Қаратаудай қастерлі төр көрмедім. 6 миллиард халықтың арасынан дәл сіздердей қонақжай ел көрмедім. Қабырғалы қазағым ажырамас, мәңгі түп қазығымсың сендер менің. Күншығыс пен күнбатыс арасынан саған жетер сымбатты жер көрмедім. Ақындар
тұрмақ қылды, өлеңін шабытына құндақ қылды. Тілімнің жеткенінше алдарында осылай мен жырладым сымбаттыңды. Қымбат сөздерін ортаға сап, дидар балаң жырласын қымбаттыңды. Бұл бір жан қазақ жерін бағалайды, бағалап кең далаңды аралайды. Шығасақ сымбаттыны жырлап жатыр, ал бірақ қымбаттыға қарамайды. Дегенмен Шымкенттің баласы ғой, өлсе де қымбаттыққа жоламайды. Қош айтып мұнар басқан мұнды күнге, қосылды қазақ елі тыңды бірге. Ең қымбатын бақтағы еркіндігін, бейіс қой мұны қазақ шын білуге. Арасыңның тарқамай тұрғандығы елімнің ынтымағын білдіруде. Осыны көре алмайтын дұшпандарың жан салып жүр ел ішін бүлдіруге. Олардың бар мақсаты арандату, аразғып айдақталып бірді бірге. Сондықтан сауысқандай сақ тұрмасақ, қапияда сөгілер бір күнірге. Жұрт болып жұдырықтай жұмылалсақ, түтінің түзу ұшар түңлігінде. Елімді ынтымаққа шақыр алсам, сол мен үшін бүгінгі құнды жүлде. Бодандықта өткізген мың күнімнің, бодалы бейбіт өткен бір күнінде. Қазақтың ең қымбаты байлық емес, балталаса бөлінбес бірлігінде. Рахмет ақындар. Ақындар оңтүстік Қарағанды болып бөлінгенмен сөздің соңын бірлік кетіреді. Тәрбие деген осы, құрметті ағайындар. Біржан Байсуовтың бағасын беріңіздер, құрметті қаздарымыз. Кіртіп қалған бес. Идар Хамидтің бағасын